Тибеттіктер қазақтармен аудармашы салып, қытайша ғана сөйлесетін еді. Таңғыт әскербасының аудармашысы болып жүрген орта жастардағы әйел бір әредікте Елісханға: "Сізбен оңаша сөйлесейінші" деп сыбырлады. Түсі жылыдан түңілме дегендей ылғида өздеріне іш тартып жүретін Таңғыт әйеліне Елісханның да бүйрегі бұрылып тұратын болған. Елісханның қытайшаны жақсы түсінетін ол ең әуелі: "Сіздер қазақ деген ұлт боласыздар ғой, деп сұрады. "Иә, қазақпыз. Менің қанымда да қазақтың қаны бар." Әзілдеп тұрған болар деп оның бетіне таңдана қараған Елісханның отты жанарынан: "Бізді ақмақ қылмаған сен қалып ең" дегендей сес байқаған әйел қаймыға тіл қатты. "Сырға берік болсаңыз айтайын, менің шешем қазақ болатын." Елісхан сенер-сенбесін білмей аңырып қалды. Әйел сөзін әрі қарай жалғады. "Бұдан 40 неше жылдың алдында осы жерге қазақтың бір батыры келген екен. Кейін соңынан қуып келген жау қырғанын қырып, қалғанын торғайдай тоздырыпты. Менің шешемнің қыз күні болса керек, қалың қырғынның бірінде бірнеше бала адасып қалып, ел кезіп қайыр тілеп жүрген жерінен әкемегез болыпты. Бастабында мақұл болмаса да аштан өлетін болған соң амалсыз көнсе керек. Екі ұлт дегеніңмен кейін тату-тәтті отбасыға айналып, 5 баланың анасы болды. Сол анам өлер алдында көз жасын көл қылып: 'Балам, менің ұлтым қазақ. Қазақтың өзі түгілі итін көріп өлсем де арманым болмас еді. Қайтейін, тағдырдың жазуы солай болды. Нағашың қазақ екенін, қазақтың батыр екенін ұмытпай жүр. Бір қазақ көрсең сәлемімді жеткіз, қолыңнан келсе жақсылығыңды істе" деп соңғы сөзін айтқан болатын. Ласа әкімшілігінде жұмыс атқарып жүріп, қазақтар келіпті дегенде жанымды қоярға жер таппадым. Анамның аманаты құлағымда жаңғырып маза бермеді. Әскерлердің аудармашы іздеген орайын пайдаланып, сіздерге әдейі келгенмін. Оңаша сөйлесудің реті енді ғана келді ғой. Шықтана қалған көзінің жиегін ұзын жеңінің бір ұшымен сүрткен әйел: "Анамның аманатын орындағандай болдым. Сізді көріп әрі қуанып, әрі жылағым келіп тұр." Анам үнемі ішінен ыңылдап бір әнді айта беруші еді. "Соны сіз білесіз бе?" деді. Әйел Елісханның мұңлы тұңғиығы терең қоңырқай көздеріне жәудірей қарады. Сол тұңғиықтан көтерілген мөп-мөлдір ағындар лықси бұрқанып көз жанағында көлки қалды, бірақ ағытылған жоқ. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. "Елім-ай, жерім-ай" деп "Елім-ай" әнінің ырғағын көбірге жақын күңіренген дауыспен толқыта берді. Әйел енді шын жылады. Сөйлеуге шамасы келмей кемсеңдей шұлғып: "Дәл солай, иә, дәл солай" дей берді. Елісханды жеңінен тартып оңашалаған ол өксік ата сыбырлай сөйледі: "Сізге соңғы айтарым, осы жерден тез кетіңіздер. Біздің адамдардан еш жақсылық күтпеңіздер. Қазір орталық Нәнжің үкіметі өздері соғыстан көз аша алмай жатыр. Біреуді біреу білмейді. Бұлардың ендігі ойы сіздерді үнсіз тұқыржылатып тоздырып жіберу, не кері көшіріп жоғары жаққа жақсаттану. Осыны айтайын деп неше күн көз алмадым. Анам сезіп жатқан шығар, енді разы болатын шығар. Қош болыңыздар." Осын айтқан әйел өз тобындағыларға бұрыла беріп кілт тоқтады. Елісханға жақындап: "Ұмытып барады екенмін. Анамның алтын сақинасы бар еді. Сізге сыйлайын, бір керегі болар" деп қалтасынан шытқа түйілген затты Елісханның қолына ұстата берді. Елісханның жүзіне езіле қарап: "Айтпақшы, жаудан мерт болған менің батыр нағашым кім болды екен?" деді. Бөке батыр." Бөке" деп күбірлей алыстап аяғын жеңіл алып бара жатқан әйелдің тұлғасына елжірей қараған Елісхан оның мойнындағы қарызын ада етіп, көңілді қайтқанын аңғарды. Ойбай, Елісхан қазақты қойып, Тибет қатыннан тамыр тауып алыпты деп пыш-пыштаған желауыздардың бірде біреуі де бұл әңгіменің жұмбағын білмеген күйі қала берді. Таңғыт даласының сүйекті қаритын суық желі азынай ұлып, "Елім-ай, жерім-ай" деген ән зарын алыстарға әкетіп, мұз шудалы аспанның жабағылы бауырына сіңіріп жатты.
Қаралы көш романынан үзінді.